Соңғы қоңырау үнін соңғы рет естіп, туған ауылымыздан жан жаққа ұшып кеткенімізге де 30 жылдың жүзі болыпты. 1992 жылы Талас ауданы Қарой ауылының бірлестік 9 жылдық мектебін аяқтаған едік. Енді міне 30 көктем зымырап өтіп, Алтын ұя мектебімізде сағынса кездескелі жүрміз. Сол бір бақытты бала кездерімізге бүгін қайта оралайықшы достар. Кімді-кімнің жасқаны тамған жері ауылым демекші. Дәл осы ауылда көңілді де уайымсыз балалық шағымыз өтті. Үй маңында асырсап ойнағанымыз, қырға шығып қызғалдақ теріп, көлге шомылып, көкке аунағанымыз, 8 жылдық мектепке алғаш барған кезіміз, бәрі есімізде. Бастауыш сыныпта ең алғашқы ұстазымыз Бөлекова Роза апай болды. Әліппені оқытып, қолға қалам ұстатқан алғашқы мұғалімдеріміз бізге ерекше ыстық, әрі қадірлі. Білімнің жинай білсек бүгін нәрін, ұстаздың еңбегі деп ұғынамын. Алғашқы ұстаз, біз сіздің арқаңызда, бұл күнде шарлай алсақ білім бағын. Орта буында сынып жетекшілеріміз болған Бөлекова Қоңыр апайымыз, Қибаев Нағашбек мұғалімдеріміздің оң солымызды танытып, өмірлік ұстанымымызды қалыптастыра білді. Бізді білім нәрімен сусындатқан барлық пән мұғалімдеріне де алғысымыз шексіз. Шынымен олар нағыз ұстаз еді. Қосып алып, бөліп тағы көбейткен, шаршауданын тауып, санды теңейткен, қуат ағай өзіңізге мың алғыс, есептеуді бізге талмай үйреткен. Жас ұрпаққа жалынды сөз маржанын дарытқан, алдындағы баламен тіл арқылы табысқан, орыс тілін меңгерген, үйретуді жөңгерген, Жанна Тұрсын апайлар ұрпаққа жаңа өң берген. Қазақ тілім, өз тілім, ана тілім, Мұхтар, Абай сөйлеген дана тілім. Осы тілді ұқтырған жетен ағай, әр қашанда біздерге берген білім. Бар ғұмырын музыкаға арнаған, ол білмейтін ешбір нота қалмаған. Пернебай ағай, сізге де мың алғыс, музыканы ойға тоқып үйретуден талмаған. Бүгінде Карибозов Ерболат ағамыз бастаған мектеп ұжымына сәттілік пен табыс тілейміз. Иә, 30 жылғы сағынышты аз уақытқа сыйдыру мүмкін емес. Сөз соңында айтарым, біз бәріміз өмірден өз орнын тапқан азаматшаларға айналдық. Осы достық көңілімізді суытпай, арада жылдар өтсе де, бір-бірімізді ұмытпай, Алтын ұя мектебімізге, ұстаздарымызға келіп тұрамыз. Себебі біз жетпішетілерміз. Аттанғанда мектептен арман молды, сыныптас дос көрмегелі 30 жыл болды. Кездесуге сертетіп есіңде ме? Сол сертіңнің межесі бүгін толды деп, 77 жылғы түлектердің 30 жылдық кездесу кешіне шақырамыз.